Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Менде қазір тариф бітіп қалды. Яғни Теле2-де тариф бітті. Сондықтан қазір тарифті, яғни единицаны қалай салу керек? Яғни менде қазір жақын жерде терминалда жоқ. Сондықтан қалай салу керек екенін көрсетемін. Яғни оның шешімі бар. Менде тариф жоқ болса, осындай регистрация сети деп тұрады. Міне көрдіңіздер. Теле2-де Билайнда егер тариф бітіп қалса, осылай шығып тұрады. Yani осындай болса, значит, тариф бітіп қалды, соның ішінде мегабайт бітті деген сөз. Қазір енді соны қалай қосу керек, соны көрсетеміз. Единицаны қалай салу керек. Менде қазір арнайы Каспийдің приложениясы арқылы салатын боламыз. Каспий приложениясы, яғни интернетсізде істей береді. Яғни интернет болмаған жағдайда да, тарифіңіз бітіп қалған жағдайда да, осы Каспий приложениясының ішінде ақша болса, сол ақшасын телефоныңызға единица ретінде салуға болады. Яғни интернет істемесе де, яғни тариф бітіп қалса да. Қазір Каспийге кіріп, қазір салып көрсетемін сіздерге. Қазір авторизация жасап жүрейін. Пароль тершілік. Міне қазір Каспийға кірдім. Көрдіңіздер, істеп тұр барлығы. Қазір платеж дегенге кіреміз. Платежға кірген кезде жерде все дегенді басамыз, мобильный дегенді басамыз да, мына жерге телефон нөмірлеріңіз тересіздер. Яғни мына жерде интернетсіз істеп тұр бәрі, көрдіңіздер ғой, мына жерде Каспий Голд бәрі көрініп тұр. Нөмір тердік. Яғни жерде мысалы сіздің ауылда тұратын болсаңыз, мысалы ауыл жақта терминал болмаса, яғни единица салуға жағдай болмай қалса, сіз өзіңіз осы мобильный интернетіңізді қоса отырып, тарифі бітіп қалса да қосуға болады. Қазір мен өзім тарифімді қосуға қосқалы жатырмын. Қазір басамыз оплата деп. Көрдіңіздер, уже ваш платеж принят, уже болды. Ақша келіп түседі қазір менің счетыма. Яғни істеп тұр барлығы. Қазір мына регистрация сети деген жойылып кетеді қазір. Яғни тариф қайттан қосылып, интернетке қайттан доступ ашылады. Қазір мен ақшаны тексеріп көрейін қазір. Уже ақша түсіп, менен уже синемат етіп алған болу керек. Менде солай болды, уже 48 еді, маған 48 түсті, уже бірақ синемат етіп алды. Қазір жеріне интернет автоматтарды өзі өшіп, қайттан қосылады. Міне қосылды, болды, енді қосылды деген сөз уже SMS-те келіп жатыр, көрдіңіз, уже қосылды менде тариф. Міне осылай сіздерде тарифтеріңізді, яғни егер терминал болмаса, не болмаса, әртүрлі жағдай болуы мүмкін ғой. Бірден единица бітіп қалуы мүмкін, тариф бітіп қалуы мүмкін, уақытынан білмей. Сол кезде осы Каспий приложение қолданып, қолдансаңыздар болады.